Алланың сынағынан сүрінбей өткен кедей. Бір қалада ең бай деген отбасы мен ең кедей деген отбасы көрші тұрады. Алла оларды сынамақ болып кедей кейпіндегі періштені жібереді. Періште алдымен кедейдің үйіне келіп: «Мен жолаушы едім, көмектесіңізші», деп алақанын жаяды. Кедей 2 күміс ақшаны беріп жатып: «Рас айтам, егер менде болса, көбірек берер едім. Бұл соңғы ақшам», деп ақталады. «Сен маған көмектестің, рахмет, Алла разы болсын», деп періште байдың үйіне беттейді. Байдан ақша сұрағанда ол: «Осы тіленшілерден ақ құтыла алмай қойдық қой. Келеді де тұрады, келеді де тұрады», деп айқайлап жатқанда әйелі: «Сұрағанын берсеңші, сонда Алла байлығымызды арттыра түседі», деп ақыл айтады. Бай бір уыс алтынды беріп тұрып: «Ей кедей, мә ал, бұл қалада саған мұнша алтынды менен басқа ешкім бермейді», дейді. Сонда періште: «Мақтангершілік пен көкіректік сауапты жояды. Егер адамға көмектессеңіз, ол туралы жар салудың қажеті жоқ, және шын пейілмен көмектесіңіз. Есіңізде болсын, біреуге берген немесе алған ақшаңыз сізге емес, Аллаға тиесілі», дейді де кете барады. Осылайша Алланың сынағынан сүрінбей өткен кедейдің берген 2 күміс ақшасы бір дорба алтынға айналған екен. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.